Армысыз. Жаслан Әкімжанов дегенді білетін бедіңіз, әсіресе жекпе-жектің жанкүйерлері, оның ішінде аралас жекпе-жектің жанкүйерлері өте жақсы тануы тиіс. Мен де ол жайында біраз естідім, кездесулерін көрдім, ал бетпе-бет жолығудың, еркін сұхбаттасудың сәті енді ғана туып тұр. Осы мақсатта Елордадағы Астана аренаға келдім. Мұнда тек футболшылар ғана емес, мына жанында жауынгерлік өнер шеберлері жаттығады. Кеттік, ендеше бастайық. Ну, Жасик, что сам у него? Дух-вагон? А? Дух-вагон, да, Жасик, дух-вагон. И пошел. Жеп, ішке. Қайда жоғалып кеттің? Жасын қайда кетіп қол? Аллам, аллам. Маған Хабиб өз сөз берген етін бір жыл бұрын. Соңғы жекпе-жекті отқан кезде поясқа берем деп. Осы бойды біткен отқан соң айтайын деп тұрмын. Бұлай дейін деп тұр деп. Соққылар жойқын енді. Мен қарсыласына қиын болады. Үйрену керек. Мен постоянно сборда боламын. Постоянно үйде болмаймын. Әйелім қасында болмайды, оған қиын болады. Сол үшін болашақ әйелімді уайымдап үйленбей жүрген ғой. Поезд алып келсем Қазақстанға. Сөйтіп бір-екі рет қорғап UFC-ға барсақ деген ой ғой бәрімізде. Бұған дейін неге сұхбат бермегенсің? Қазақша сұхбатын қарайын десем таба алмадым. Жалпы деймін ғой, былай журналистер келмеп пе еді? Жазады, сонымен жоғалады. Менікі кінәлі емес дейсің ғой, да? Болады, сұхбаттар бәрі. Орысша ғой. Орысша әрең сөйлеп тұрған сұхбаттар бәрі. Я оны көрдім, я. Именно Каришников, как его зовут? Жаслан, қалай болып отыр енді дайындық? Дайындық күшті. Бес қана қинап отыр. Бәрі күшті. Руслан кім еді? Ямалаев пе еді? Яманбаев. Бұл танитын бе ол жігітті? Ол бұрын бывший чемпион ғой. Осы лиганың бұрынғы чемпионы. Өмірде кездеспегенбіз. Сырттай білем ғой. Eagle Fights'тағы нешінші жекпе-жек бұл? Таза Eagle болға 4-ші вроде. Бұрыннан осы GC болды. 6-шы ма, 7-ші ма, 6-шы ойдым. Бұл UFC-ға бастайтын баспалдақ ба? Сол айтуға бола ма? Иә. Бұл жердің поясын алып, бір-екі рет қорғасан, UFC-ға жол ашылады ғой. Енді өзің мақсатың сол шығар, е? Бәрі соны айтып жатыр. Иә, құдай қаласа. Мүмкіндік бар ғой? Әрине. Мүмкіндік бәрі бар. Құдай қаласа. Еңбек ету керек только. Кім шешеді оны? Әлде бір несі бар ма өзі? Механизм бар ма? Бұлай ету керек, мынаны істеу керек. Соперниктерді ұтып, сонда, мысалы, мен 3 бой подряд ұттым. Сонымен шешіледі ғой. Серия победамен. Хабибтің өзінің ықпалы бар ма? Жеке шеше ала ма оны мәселен? Иә, маған Хабиб өз сөз берген етін бір жыл бұрын. Соңғы жекпе-жекті отқан кезде поясқа берем деп. Поясқа бой берді. Просто өзін травма алып, кішкене бір момент жүгіріп алдым. Сөз бергенде анау бір сөйлесіп жатқан кездеріңіз ба, жекпе-жектен кейін? Не айттыңыздар сол кезде? Ол кезде құттықтады, ол бойды отқанымен. Бойды отқанымен құттықтады, сонымен одан кейін обещать етті. Келесі бой поясқа болады деп. Сонымен февраль алдында поясқа бой берген. Сонымен травма алдым ары бер, енді қайттан бір бой оту керек, құдай қаласа, қайт поясқа оралу үшін. Уәдесіне тұратын шығар енді? Құдай қаласа, осы бойды біткен отқан соң айтайын деп тұрмын. Бұлай дейін деп тұр деп. Қайда жоғалып кеттің? Жасын қайда кетіп қол? Аллам, аллам. Оны көрдік, Травма болған бойында. Соның бәрін емдеп, пока. Қанша уақыт жоғалттың сонымен? Бір жыл.
2 ай ғой. Құдайға шүкір қазір нормально бәрі. Жаслан бабында болсын да, бұрынғы бабында ма сол? Бабында. Ештеңе жоғалтқан жоқ. Қоспаса жоғалтпаймыз ғой. Отлично. И пошел. Держи. Шке. Отлично. Нұреке қалай көңілге? Жақсы. Жатқысқой ұрып атқанда өзім уайымдап кеттім ғой. Құдайға шүкір осы бар енді. Олардың бәрін істеді осы. Бұлай қалай кімнің? Жасланның соққылары қалай екен? Соққылары жойқын енді. Енді қарсыласына қиын болады енді соққылары. Біраз үзілістен кейін қайтып оралды ғой. Бабын жинап үлгерді ме? Бабын жинап үлгерді әрине. Кері әсер бермей ма бұл? Моральды тұрғыда дайын, физикалық тұрғыда да бәрін дайын. Жақсы болды деп ойлаймыз енді. Біздің жігіттердің UFC-дағы нелерін көріп тұрасың ба, жекпе-жектерін? Қазақтардың бойларын қалдырмаймыз. Қалай енді аяқ алыстар қандай өзі? Қалай баға бересің? Кім туралы айтайын? Жаңа енді кім бұл? Шавқат қазір көп талқыланады, әлеуметтік желілерде. Қалай келатыр ол? Шавқат. Мен ойым Шавқат шынымен де батыр жігіт қой, мықты жігіт, характері бар. Мен ойымша ол 1-2 жылда чемпион болады деген үміттемін. Шавқат Дамирді 5 бой өтіп келіп, енді ол топ 15-ке кірді. Бірақ ол топ 10, топ 5-тегі бала ғой негізі. Құдай қаласа ол да үлкен биіктерді бағындырады деген ойдамын. Бірақ мен қазір бірінші ойым Шавқат. Енді Қазақстаннан бірінші Шавқат пойыз тұтады шығар деген үміттемін. Морозовшы? Морозовта соңғы бойына әдемі характерінің бар екенін көрсетіп, мықты отты. Өзім Морозовпен всегда жақсы сөйлесеміз, сыйластығым жақсы. Ол да Құдай қаласа өзін енді көрсетеді деген үміттемін. Өйткені оны білем, қандай жігіт екен, характері мықты жігіт екенін білем. Құдай қаласа одан да үлкен үміт күтеміз ғой. Жалғастың шаруасы бітті ме? Бітті дегендерге не айтасың? Жоқ. Жалғас өзін доказать еткен адам ол, қандай характерлі адам екен. UFC-де кішкене жол болмай жүр деп айтайық. Өйткені андай ұтылып атқан жоқ ол. Явно ұтылып қалып атқан жоқ та. Бір рет енді қолы сынып сөйтіп сондай болып қалды. Атак бәріміз білеміз ғой, ол қандай мықты жігіт екенін. Кейбір адамдар айтады, Жасландікі сәттілік болды деген сияқты. Қандай жауап берер едің? Жеңістері бар ғой? Ылғи сен қарсыласты уақытынан бұрын аяқтағанда бір ыңғайсыз моменттерді аяқтайсың, Да, и опять. И все! Вертушка! И все! Это удар! И все! И все! Оның бәрі андай ғой. Қалай айтсам екен. Елесі детесің ғой, бойға дейін. Бой басталмай тұрып, визуализация жасайсың. Бүкіл бір мәселе, бір прием ұнайды саған, соны қайталай бересің, соны елестетесің. Ақырында сол келеді де по-любому. Ол дайындалмасаң шықпайтын нәрселер ғой да? Ол дайындалмасаң никогда алмайсың. Случайно шығу мүмкін емес ондай нәрсен? Случайность. Білмеймін, ол случайность шықпайды ғой ондай нәрселер. Сені қалай тартып алды бұнда? Жамбылдың тумасысың? Мен Астанада өскенмін ғой. Осында өстің ба? 10 жасымнан Астанада тұрдым. Осында өстім. Яспен қашан таныстың? 2015-16. Содан бері біргесіздер ма? Ну, Жасик, что сам у него дух-вагон? Духовый вагон, да, Жасик духовый вагон. Такой. Палуан дейді ғой, көкпарда палуан, вот сол ғой. 21 будет мощный турнир Хабиба. Главный бой будет Нургожай Диар за пояс драться. Также претендентский бой это Акимжан Жасулан. Бывшим чемпионом будет выступать. Если иншаллах выиграет, следующий бой за пояс где-то в декабре. Самое главное этот бой настроиться. Тоже соперник у него сильный и разносторонние ударки, болевые делает. Ну, как бы план на бой есть. Подготовку проводили. Сол титул алғаннан кейін жалпы енді әңгіме бізде енді білесіз ғой? UFC қашан, балалар қашан шығады? Иншаллах, вот, иншаллах. Сейчас пояс возьмем, да, уже. Там Хабиб уже сам
уже с UFC будет. Ага, иншалла, год-два зайдем, иншалла. Шоу бірдеңе бола ма енді? Ой бар ма ондай жоспар? Шоуға білмеймін де, кішкене ұялшақпыз ғой шоу жасайтын. Бірақ шоу жасау керек. Бірақ сен салыстырмалы түрде жасап жүргендердің бірі саналасың негізі біз қазақ жігіттердің арасында. Да? Өзі солай болып қалады, а так жасаймын деп жасамайсың ғой. Хайбати, здесь тебе помогли судьи. Давай подеремся. Хочешь? Давай подеремся. Это чисто спортивный интерес. Это чисто спортивный интерес, друзья. Так, сейчас, ребят, секундочку. Так, секунду. Братья, чистая победа была. Ребят, давайте не будем обсуждать сейчас. Жасұланның сумкасында не жүреді обычно тренировкаға келгенде? Ой, жоқ оның ішінде. Немі? Ту бола ма постоянно ана жарыс кезінде? Кім оған жауапты? Ту бола ма? Иә. Ту, конечно, жарыста всегда қасымызда болады. Оны өзіміздің секунданттар, өзіміздің балаларға беріп қоямыз туда. Мен оны айтып отқан себебім жақында ана халықаралық бүкіл әлемдік олимпиада болды шахматтан, білесіз бе оны, естідіңіз ба? Иә. Открытиясында Қазақстан ғана тусыз шыққанда, енді 157 мемлекет бар, сондай бір жағдай, өте жайсыз жағдайда келеңсіз. Соны былай қалай деймін ғой оны, спортсмендер қалай болу керек, жаңа туға қатысты, қаншалықты мұқият болу керек? Шахматқа жылына қателеспесем миллиардтаған доллар бөліне ма? Иә, онда 3 миллиард теңге сұраймыз деп айқай болды бейбіс ара дегеніз. 3 миллиард теңге шахматқа. 15-20 мың теңгенің туына ақшалар жоқ қой не өлі? Қалай ол? Оны естімеппін мен. Иә, болды бірақ бұл. Ұят жағдай екен бұл. Мемлекет тарапынан қолдау бар ма жігіттерге? Жалпы есть или кто поддерживает? Нормально? Конечно, сейчас поддержка мощная у нас. МДТ клуб поддерживает, потом ДРС республики, не олимпийский, ДРС города поддерживает. Сейчас поддержка мощная идет. Конечно, не как футболистов. Вот, әңгіме сода ғой, хоккеисты, футболисты. Ну, брат, смотри, мен бойынша да қалай, вот смотри, футболисты, баскетболисты молодцы, да, массовый вид спорта. Но деньги нереальные, да, выносят. Им сколько за месяц дают, нам на 2-3 года хватит, наверное, или может на 5 лет. Потом олимпийские виды спорта, да, бокс, борьба, четко, ну, все виды олимпийские, тоже большие деньги вкладывают. А единоборство, да, самое, что остается, чуть-чуть единоборство дают, да, но когда вот были же январские события, да, вот там, в первую очередь кого тянули? Единоборство, каратисты, неолимпийские виды спорта все тянули, да. Мы же не скажем, идите баскетболистов, футболистов, потом олимпийцев, только нас потом зовите, да, наоборот. Да, Алла сақтасын енді, ну, нас будут в первую, да, как бы, очередь, поэтому нам надо, чтобы, финансирование, да, финансирование, чтобы подняли. Спортқа жауапты басқа да. Да, Даурен Абай, вам ассаламу алейкум, да. Ескерсін. Да, а так, брат, с каждым годом все лучше становится. $40-45 миллион айына деген ақша, естіңіз бе оны легионерлер алатын? Я. Ол қалай ол негізі? Ну, брат, он пускай вот кто этот, ну, біз мысалы, да, 100 000 зарплата здесь, чемпион мира, стипендия городская, но будет увеличивать. А там, кто больше получает, брат, пускай сами там разбираются. Что, мына жігіттерге берсе деймін ба? Конечно, брат, жоқ, бізге да, понимаешь, брат, берсе де, бермесе де, біз по-любому шығамыз. Көк туын көтеру үшін по-любому шығамыз. Бірақ берсе жақсы болады. Сосын айлық алатындарыңызды білем, айлыққа кірдіңіздер ғой штат, қалалық. Бірақ енді ол аса көп емес қой. Одан кейін жаңа жекпе-жектерде түсетін не бар, гонорар сияқты әр жекпе-жекте. Сол ақшамен өмір сүруге бола ма? Бұл толық жеткілікті ма? Әлде аз ба негізі? Жоқ, жеткіліксіз әрине. Ол ақша, мысалы гонорар, мен мысалы 1 жылдан асып төбелеспегенме. Қазір алам оны, өзім кететін жерлері бар. Сөйтіне алам. Айлықтың да ай сайын жаратылысы бар. Иә, әрине. Сол жақты ғой. Әрине, мен соны айтып тұрмын ғой. Ол әрине, қандай ақша алсам да жетпейді деп ойлаймын. Бірақ қанағат ету керек та. Қанша, мысалы, ақшаның көптігінде емес, берекесінде де. Берекелі болса, бәріне жетеді ғой. Главное, мен Алладан тілейтін ақшаның көптігінде берекелі болса, өйткені берекелі болса, қиналмайсың, бәрі өз несімен жетіп тұрады. Жақсы. Пәтер мәселесі қалай? Үйің бар ма? Өзім үйім жоқ.
Жамбылда да жоқ. Жеке өз үйім. Әке-шешем. Әке-шеше бөлек қой енді ол. Сен қазір 25-ке келдің ғой да? Әке-шешем үйі бар, менің үйім жоқ. Мына жақта жоқ қой да, берген жоқ қой. Бәле бірдеңе беріп жатыр ма әлде ондай әңгіме жоқ қой? Жоқ. Ондай жоқ қой бізде, біздің спортта ондай жоқ. Егер біреу подарка жасап сөйтпесе, бірақ Аллаға шүкір өз қолыммен жетемін. Қайда қойшы абы? Мына қараңызшы, шағын ғана зал, қаншама адам айналысып жатыр, Бұқаралық спорт деген осындай ғой міне нағыз. Қанша жастар, жігіттер қызығушылық танытып. Анда-мында ақшаны құрта бермей, міне осындай жігіттерге қолдау таныту керек. Өйткені Диас сұхбатында айтты, осы залды бізге жеңілдікпен бергеннің өзіне рахмет деп жатыр. Аядай ғана жерді. Соған өзіне риза болып жатыр. Ал енді біз жеме-жемге келгенде білеміз ғой, қаншама ақша далаға кетіп жатыр, қаншама ақша легионерге кетіп жатыр, сыйақы, тіпті жаңа айтып жатыр ғой, шахматтың өзі 3 миллиард теңге сұрады, не керек деген сияқты. Оны түсіне алмаймын. Ал мына жігіттерге керек десе, түсінемін мен. Жиырма бір жарыс болады, осы октагонда болады. Қалай осын? Вот осы октагонды разберут ертең. Осы нені бұзып алып кете ма? Да. Мен ойлағым ғой, ona жерде болды. Мүмкін уже осы октагонда жұмыс істеді. Оның несі бар ма? Әсері бола ма? Өзіңнің жеке бір нең болды, үйреніп қалған. Сөйлесіп қалғанымыз ғой октагонмен. Ана уголдар көмектесіп үйретіп көтеріп. Ясик, сниматься начнешь? 3 минуты, 2 минуты отдыха. Ассалаумағалейкум. Ne жағдай, Сәбит? Жаймен? Салмақ болып жатсың ба? Біраз ба не салмақ сенде? 12,5 болған. Қазір 6 болады. Үлгересің бе енді жеткізіп уақытында? Бүгін тәтті жегім келіп отыр. Тәтті, шұжық, бешбармақ, манты, самса, шашлык дегенде. Армандап жүрмін ғой. Түсіме кіріп жүрмін. Шектеп тайсыңдар? Чисто су ғой. Әйеліңе де жақында болмай ма осындай кезде? Жоқ. Рас па сол? Қанша уақыт до бойы? 2 апта где-то. Кемдегі. 2 апта, Боксшыларда бәрінде сондай, Боксшылардың білмеймін. Профи бокста естідім мен оны негізі. Енді сондай бізде естедік. Күшті сақтайды, ол да? Ну задавай вопрос, я отвечу и все. Қарсыласын зерттедің, анализ жасадың. Қарсыласын, андай кішкене қатып қалған кішкене күресе береді. Астынан боевойлар жасайды да. Планың дайын? Планым А, Б, С. С енді бұл. С-ға дейін жетпейді ау деп ойлаймын. Давай, Сәбиде. Ертең көрем, еще түсірем бар. Ят тоқамасын. Бұйырса, план А ғой тоқа бізде. Әлі толсын ба бе? Бозай. Болды ғой, қуатын уақыт келді ғой. Титул не бойма, брата, сенкі? Титулға да? Титулға. Ар жағында UFC өз да? Көреміз енді, иншалла. Бізде андай контракт бар. Бұйырса чемпион белбеу ұтсаң, тағы да 2 защита істеу керексің обязательно. Сол үшін әлі бірақ ұмтыл бар. Иншалла цель сояқта. Сәттілік енді. Нелерің нормально сияқты, настроение нормально, спокойно. Құдайға шүкір, осы үйде төбелескен салмақ болған жақсы екен. Қаншама төбелестік, Россияда төбелестік, былай қиын, самолет деген, перелет деген қиын болады негізі. Тем более еще мына октагонда. Осы октагон. Енді айтып отыр, осы октагон болады деп. Әлі білмедік біз. Бәрі жақта болған жасың, бұрыш. Енді білеміз, қаншама спарринг істедік, қаншама жұмыс істедік. Сол үшін осы жерде шынымды айтсам жақсы. Осы құдайға шүкір, осы дайындық жақсы өтті. Жеке өміріңе қатысты. Үйленбедің ғой? Жоқ, бойдақпын ғой. Не деп жатыр енді үйдегілер, ауылға барып қайтын жақында? Үйлену керек, құдай қаласа. Биыл ойлаған вообще. Той сотап, құдай қаласа, сөйтіп үйленем деп. Биыл бұйырмады. Биыл біткен жоқ қой әлі?
Жоқ, енді кеш болып тойды жаза жасаған күшті сияқты. Пойыз бұйырмады жарайды. Пойыз бұйырар, құдай қаласа декабрға қарай деп ойлап тұрмын. Негізі пойыздан гөрі қыз табу оңай ғой, үйлену. Пойыз қанша мың жігіттің біреуіне бұйырады. Не? Сол мың жігіттің бірі боламыз ба деп жүріп қой сол. Бұйырса. Не ғой, бұл бір кәсіпқой мансабыңа кері әсерін тигізе ма? Сондай принцип бар ма? Үйлену ма? Иә. Сен отбасы болса. Ешқалай болмайды. Кері тигізбейді. Бір минусы, мен постоянно сборда боламын, постоянно үйде болмаймын, әйелім қасында болмайды, оған қиын болады. Сол үшін болашақ әйелімді уайымдап үйленбей жүрген ғой. Орта салмақта кім қазір? Кіммен кездескің келеді? Ең мықтылар кім қазір? Eagle'да, жаңа Fight Night'та. Eagle'да чемпион Расул Магомедов деген жігіт. Құдай қаласа осы бойды ұтсам, соны ұтқым келіп жүр. Пойызды алып келсем Қазақстанға. Сөйтіп бір-екі рет қорғап UFC-ға барсақ деген ой ғой бәрімізде. Жасұлан, үлкен рахмет сұхбаттасқаныңа. Мен қиындау болады деп ойладым басында. Өйткені қараймын, сұхбатың жоқ, үйті бір рет беріпсің, орысша, онлайн. Бұлдырап тұр, түсініксіз. Сосын ойладым, мүмкін ол өз жігіт тұйықтары болады, адамдар көп ашылмайды, сондай шығар деп. Өте қуаныштымын танысқаныма, көргеніме. Бұйырса, жекпе-жекке барамыз, сол бұйырса неде жүретін шығармыз, сол раздевалка жағында бүкіл эмоциясын бәрін көрсетіп. Жеңіс тілейміз, арманыңа жет. Бүкіл қазақ ел енді күтіп отыр ғой, бізде солай ғой, бір жетістікке жеткеннен кейін барып көтереді аспанға. Және сол енді сенің қадамдарың сербін алып келсін деймін ғой, алып келе жатыр ғой солай. Аралас жекпе-жек. Мысалы, алақандай ғана алаң, кішкентай қанша бала жүр. Мына жақта бір зәулім сарайлар бар, бос жатқан. Таңғаласың барғанда. Рахмет үлкен, Жасұлан, уақыт бөлдің, біраз жүйкеңді жұқарттық, сұрақ қойып. Сізге рахмет, жұмыстарыңыз алға бассын. Жақсы. Сәттілік ал, бауырым, жақсы. Достар, бүгінге осы енді онсызда жігіттерді біраз мазаладық, жарыстың алдында сұрақтар қойдық, әртүрлі жауап беріп жатыр. Енді барлығына сәттілік, бұйырса алдағы жекпе-жек кешінде 6 қазақстандық жігіт жаңағы жекпе-жекке шығады, оның 4-еуі осы елорданың жекпе-жек шеберлері. Жақсы, келесі кездескенше сау болыңыз.